Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге осындай керемет, дәмді болып шығатын және бір жасағаннан шығатын маковый пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирог үйдегі бар заттармен жасалады және тез жасалатын пирогтардың бірі. Құрамы өте жеңіл. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін ең алдымен бөлме температурасында тұрған 4 жұмыртқамызды жарып салып, миксермен жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқамыз осылай көпіре бастаған кезде үстінен қантымызды осылай аз-аздан сала отырып, жақсылап араластырып, қантымызды көпіртіп аламыз. Міне біздің жұмыртқамыз осындай аппақ болып көпіруі тиіс. Енді үстінен 1 стакан сұйық майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен 1 стакан 200 грамм сүтімізді құйып, жақсылап миксерлеп аламыз. Және де үстінен еліктен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнымызды міндетті түрде еліктен өткізіп қосамыз. Осылай аз-аздан барлығын бірден қоспаймыз. Аз-аздан қоса отырып, миксерлеп аламыз. Енді ұнымыздың үстінен 1 шай қасық разрыхителімізді, яғни қопсытқышымызды қосып, жақсылап миксермен араластырамыз. Ешқандай түйіндер қалмайтындай етіп, жақсылап миксерлеп аламыз. Егер сіздерде миксер болмаса, венчикпен де араластыра берсеңіздер болады. Міне біздің пирогымыздың қоюлығы осындай болып шығуы тиіс. Қатты қою емес, қатты сұйық емес, орташа массада болуы керек. Енді осы пирогымыздың үстінен, сұйық массамыздың үстіне макты қосамыз. Менде мактың граммы 20 грамм. Магымызды салып, жақсылап лопатканың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздер макты ұнатпайтын болсаңыздар, мак қоспай жасасаңыздар да өте керемет болып шығады. Енді листімізге орналастырып, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын, өте керемет, жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.